Мен Қапарова Гүлдана Дауылбайқызы 1986 жылы 7 наурызда Қазалы ауданы Карл Маркс, қазіргі Бекарыстан би ауылында дүниеге келдім. 1992 жылы Бекарыстан би ауылындағы Үрмәш Түктібаев атындағы номері 24 мектептің 1 сыныбына қабылдандым. 2003 жылы осы білім ордасын бітіріп шықтым. 2003 жылы Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің тарих факультетінің тарих бакалавр мамандығына оқуға түстім. 2007 жылы оқу орнын бітіріп шықтым. Мен еңбек жолын өзім білім алған Үрмәш Түктібаев атындағы номері 24 мектепте тарих пәнінің мұғалімі болып бастадым. Мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене араластым. 2010 жылы Қазалы ауданындағы Жамбыл Жабаев атындағы номері 234 мектепке физика пәнінің лаборанты болып жұмысқа орналастым. Осы лаборанттық жұмысымды атқара жүріп, 2018-2020 жылдар аралығында Шымкент облысындағы Шымкент университетінің сырттай оқу бөлімінің бастауыш сынып мұғалімі мамандығына оқуға түстім. 2021-2022 оқу жылынан бастап ерекше білімді қажет ететін балаларға бастауыш сынып пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасап келемін. Мен қазіргі таңда отбасылымын, 4 баланың анасымын.